Жолдың бәрі яма. На жол күйдіреді да. Жолдың бәрі яма, но мы едем прямо, я за пару часов. Вечером, вот вам вечером вчера надо было приехать. Мы вообще хотели улицу перекрыть, потому что столб стоял, проехать невозможно. Сендер досыммен айтқан сөздердің бәрін осылай шығарып қойдыңдар. Bir saat болды. Бәр жер пробка. Алматышы бәр жер пробка. Ну, что я могу еще сказать? Молодцы! Первый раз в жизни. Енді біз не дейміз, соны басшылық өзі шешеді да біз. Бір көшені жапса болды, бүкіл көше тұрып қалады ғой түгел. Ну, конечно, неудобно. Сколько пробок. Салынған трубаның сол 40 жылдан асқан. Мынаны киноға түсіретіндер ма? Тиктокқа шығып кеткен. Қыркүйектің 7-сі күні бұйырса ашып береміз деген үміттеміз. Не нравится, конечно, что всегда долго. Жол енді өте нашар. Big City Life, қызық өмір амай, мен де сен секілді кейде қателестім. Уайымдама по-любому үйренесің, көпшіліктің түсінбейсің әңгімес. Осы әкімшіліктер не шегеді өзі? Жаңа Қазақстан жаңа көшеден жаңа оқу жылының қарсаңында басталады. Олар қайтыңдар, Шыңғысхан алтынын мұнда тықпады. Жаз бойы не істеді сонда? Бұл Алматы көшелерінде жүріп жатқан жөндеу жұмыстарына қатысты қала тұрғындарының әлеуметтік желіде жазғандарының тек бір парасы ғана. Пікір жазушылар арасында ремонтты қолдап жатқан жоқтың қасы. Ал нақты жөнделіп жатқан учаскелердегі жұрттың пікірі бір жақты теріс емес екен. Оған өзіміз көз жеткізіп қайттық. Бірер күнде жаңа оқу жылы басталады. Бұл деген сөз автобуста адам, көшеде көлік көбейеді деген сөз. Бірақ қыркүйек басталмай жатып, Алматы халқы кептелістен шаршап кеткендей. Өйткені көптеген көшелердегі жөндеу жұмыстары әлі аяқталмаған. Көптеген көшелер жабық, қозғалыс шектелген. Адамдар үйіне жету үшін сағаттап кептелісте тұрады. Айналып жүреді, түсіп алып жаяу жүреді. Осыған шағымданып жатқан жұрт көп. Соны өз көзімізбен көру үшін жолға жалпы жүргізушілер, тұрғындар қанша уақыт жұмсайтынын сезіну үшін бүгін жолға шықтық. Алғаш табан тіреген жер адам көп жүретін бұрынғы Саяхат автовокзалының маңы болды. Мұнда Пушкин көшесі мен Райымбек даңғылының бір жағында қозғалыс шектелген. Жұмыс биік қоршаудың артында жүріп жатты. Пушкинде болашақ жаяу жүргіншілер жолы жасалып жатса, Райымбекте алып аялдама орнатуға әзірлік басталған. Байқауымызша, мәселе жаяу жүргіншілерден гөрі жолда жүргендерді көбірек қинайды. Қазір Алматыда көптеген көшелер бір бағытта. Белгілі бір ауданға жету үшін кейде айналшықтап ары бері жүруге тура келеді. Ал мынау жөндеу жұмыстарына байланысты көшелердің жабылғаны ол айналымды тіпті ұзақ өте түседі. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біздің жолдар жақсы жасалып жатыр. Осы көңілімнен қалмады, жақсы болып тұр бәрі, айбет. Сондықтан осылай продвижение жасай берейік, асфальтымыз, жолдарымызды бәріміз жасай берейік. Бұның бәрі уақытша, оның бәрі тез жасай алмайды. Мен өзім кезінде жолда жұмыс істеген баламын бір адам. Сондықтан бәрі білем ғой ол. Түсінікпен қарайсыз ба? Конечно, бұл бәрі бір күннің ішінде жасай алмайды ғой, бір айдың ішінде жасай алмайды. Бірақ тұрғындар айтады, дәл мына сабақ басталатын кезде осыны жасап жатқанына наразы да. Енді солай керек болып тұр. Одан басқа шаруалар бар ғой бізде жасалатын. Дұрыс емес пе енді? Сол үшін түсініктімен көру керек оның бәрі. Дұрыс емес пе, братан? Бірақ сендер досыммен айтқан сөздердің бәрін осылай шығарып қойдыңдар. Ертеңгісін кесіп тастамаңыздар, а то содан кейін еще басқаша айтқандай сияқты болып қалмасам болды ғой. Енді біз не дейміз, соны басшылық өзі шешеді да біз. Ештеңе айта алмаймыз. Жолдың жабуы сіздерге қалай әсер етіп жатыр? Халық азайып кеткен жоқ па? Клиент азайған жоқ па? Енді бұйырғаны болады, не қыламыз, азайып жатыр, конечно. Ну, конечно, неудобно. Сколько пробок. Очень неудобно. А сейчас дожди пойдут, вообще что будет? Вообще кошмар. И вот как добираетесь? На такси. Ну, проблемы вот возникают, да, вот сейчас? Нет, никакой проблемы нет. А то, что вот ремонт везде идет, как вот? Ну, если сроки идет, значит, там дом устроить, не знаешь же. Первый раз в жизни. Не из дома. Каждый день келем. Постоянно барахолкаға келем. Жоқ, біз тез келеміз, тез аламыз да қайтамыз, болды. Көп жүрмейміз. Такси дайын болса болды ғой, такси дайын болса біз дайынбыз ғой. Қай жақта жасайсыздар салда?
Сауда Үштөбеде. Үштөбеде жасайсыздар. Иә. Алматыдан зат алып Үштөбеде жасайсыздар. Алматыдан сат аламыз, Үштөбеден сатамыз. Мынаны киноға түсіретіндер ма? Киноға түсіреміз. Ойбай, құдай сақтасын. Бүткіл Қазақстан көрген, бүткіл ел көрген. TikTokқа шығып кеткен. Саяхатта әдеттегідей тіршілік қайнап жатыр. Халық көп, көлік те көп, арлы-берлі жүрген, сөмке тасыған. Бірақ бір байқағанымыз, адамдар қарапайым, жөндеу жұмыстарына, қазылған жерге шағымданушылар көп емес. Демек солай болу керек шығар. Бұл қаланың көркеюі үшін қажет шығар деп сондай бір түсіністікпен қарап бір жағдайға ешқандай да бір арыз шағым айтпай бәріне бір риза көңілде жүргендерін байқауға болады. Саяхаттан кейін жөндеу жүріп жатқан келесі учаскеге аттандық. Шығыс айналма жолын басып өтіп, кептелістен көз ашпайтын Әл-Фараби даңғылына түстік. Әкімдік мұнда Луганск көшесінен Қарабаев көшесіне дейін жер асты газ құбыры ауыстырылатынын, қозғалыс кезең-кезеңмен 2 айға шектелетінін айтқан. Желде халықтың ашуын туғызған да осы хабар еді. Десе де құбыр жолдың шетінде жатқандықтан ірі даңғылдағы қозғалысқа бәлендей әсер етпейді екен. Мұнан соң Жароков көшесіне барып, ашық жүріп жатқан құрылыс жұмысының үстінен түстік. Учаскедегі жұмысқа жауапты мердігер компания басшысы оқу жылы таяп қалғандықтан жұмысты жанымызды салып істеп жатырмыз. Мерзімнен бұрын 7 қыркүйек күні Жароковты ашамыз деп сендірді. Қазіргі таңда мынау Жароков даңғылын осының бойындағы ескі жылу құбырын ауыстырып жатырмыз. Бұның қазір негізгі алдыңғы срокы салынған трубаның 40 жылдан асқан, 47 жыл. Біз қазір соны жаңа технологиядағы құбырға ауыстырып жатырмыз. 50 жылдық гарантиясы бар. Қашан бастадыңыздар? Бұл жұмысты біз осы жылдың 6 айының 11 күні бастадық. Қазір енді мынау әрине мынау сабақ уақыты жақындап қалды. Бар күшімізді қосып, таңғы сағат 8-ден кешкі сағат 11-ге дейін жұмыс жасап жатырмыз. Осы айдың, осы қыркүйектің 7-сі күні бұйырса ашып береміз деген үміттеміз. Бұндар тарапынан арыз шағым түсе ме? Болады ондайда, болады. Болып жатыр, енді әрине халық болған екен. Не дейді, қашан бітесің дейді, ананы қираттың, мынаны қираттың, әрине мұнда енді қандай спецтехникалар жұмыс жасау керек. Бұл жер әшейін бір жеңіл-желпі жасай салатын жұмыс емес. Сөзге тартқан тұрғындардың жөндеуге қатысты айтар арызы жоқ, тек тезірек бітірсе деген тілек айтады. Допустим, машинам очень тяжело ехать, потому что светофор еще, одностороннее движение, понятно. Допустим, мне, как курьеру, легко. Не составит труда. Правда, вот на прошлой неделе светофор не работал, тогда трудно. А так, нормально. Это не, я бы не сказал, что Жароков такая крупная улица, как Аль-Фараби, к примеру. А так, вот тоже дороги делали по Фатшану, недалеко сделали замечательно. Правда, все нравится. И вообще отлично. Конечно же, нравится то, что у нас будут новые красивые дороги, не будут таких ям, кочек. Не нравится, конечно, что всегда долго. Но надеюсь, что будет качественно, самое главное. Желіде жұлып жеп, әкімдікті жерден алып, жерге салып жатқан жұрт қайда деп түсінбей, Тілендиев көшесіне қарай жол тарттық. Қазір біз Тілендиев көшесіне келдік. Бұл жерді қазып, қырып тастаған. Көліктер аспасын аяп, зорға өтіп жатыр. Сол үшін де бізде астын сырып алмайық, ұрып алмайық деп келе жатырмыз. Қазір Тілендиев пен Төле биге қарай түсуге тырысып көреміз. Бұл жерді шамасы құбырларды ауыстырмаған, тек асфальт жабынын жаңасын төсеп жатқанға ұқсайды. Жол енді өте нашар. Жол мен кептеліс шаршатқанын Төле биде тізілген жүргізушілер де жасырмады. Арасында кептелісте 1,5 сағаттан бері тұрғандары да бар. Мына пробкада қанша болып тұрғаныңызға? 1 сағат болды. Бәр жер пробка. Алматышы бәр жер пробка. Жасалып жатқан жерлерші? Уже пробка. Сколько вы уже в пробке едете? Минут 30, наверное. Қанша жүретінін білмеймін сен. Үлгеріп жатсыз ба шаруаларыңызға? Жоқ, қайда? Пробкада уже қанша болды? 2 сағат болды ғой уже. Бір көшені жапса болды. Бүкіл көше тұрып қалады ғой түгел. Шаршатады кептеліс. Бұрын оншалықты емес еді, қазір жөндеуден кейін басталды ғой, ремонттан. Өте қиын. Қанша болды келе жатқаныңызға мына Төле бимен?
бір сағат болды уже. Одан кейін басым бөлігі жабылған Яссауи көшесіне аттандық. Онда мердігерлер көшені қопарып, кәріз жүйесін жүргізіп жатыр. Ауласынан шығып жұмысты бақылап тұрған тұрғын орталықтандырылған кәріз желісінің жоқтығынан шаршап, құбыр тарту жұмысын қуана қарсы алғандай. Так, ремонт обязательно нужен был. У нас проблемы с рыками. У нас с канализацией проблемы. У нас канализации вообще не было. У всех во дворах септики. Сами знаете, сейчас септик, чтобы это платить надо большие деньги. Тут хоть канализацию сделают, хоть государству будем платить, а не кому-то там. 2 недели ремонт идет. Нас они не мучают. Спокойно, хорошо работают, ребята, слаженно. Что я могу еще сказать? Молодцы! Кәріз жүйесінің керектігін айтқанымен жасалып жатқан жұмысқа көңілі толмайтын тұрғындар да табылды. Бір жағы дұрыс қой, жаңаланып қалады. Бір жағы бізге жұмысқа баруға қиын болып қалды да, жолдың бәрі жабық. Автобусқа міну керек. Ана 2 көше арыға барып автобусқа мініп жатыр қазір. Иә. Тез істеп бітіріп тастаса, шаң көтеріледі, үйге кіреді шаң бәрі. Нужно прокладывать коммуникацию, но то, как это делается, то есть разворотили всю эту улицу. Пыль. Уже 2 дня здесь пылится. Вечером, вот вам вечером вчера надо было приехать. Мы вообще хотели улицу перекрыть, потому что столб стоял, проехать невозможно. И так дышать нечем в нашем городе. Вы знаете, с проветриваемостью какие проблемы. Тут еще столбяк. Хотя бы поливали, что ли, вечером, что ли, проехали, полили и все прочее. Сейчас это грязь. Она еще месяц здесь будет, если пока не высадим. И вот, в принципе, это продолжается. Насколько это еще затянет строительство, непонятно. То, какими темпами делается в городе, как говорил господин Борейко, в Алмате сейчас большой перекоп происходит. Бірнеше ауданның тұрғындарымен тілдескеннен байқағанымыз, жөндеу жұмыстары негізінен авто жүргізушілерді қажытқан. Ал жөндеу жүріп жатқан аймақтың тұрғындары келешекте жақсы болады ғой деген ниетпен келеңсіздікті уақытша жағдай ретінде қабылдайтыны аңғарылады. Тек бар тілегі мен қалауы жұмыс созылып кетпесе екен дейді. Жолдың бәрі ямы. На жол күйдіреді да. Жолдың бәрі яма, но мы едем прямо, я за пару часов потратил пару лямов, извините, я лсов, потратил пару лямов, извините, я прямо, извините, если пьяный, ты смотри, сколько хочешь, не найдешь во мне изъянов.